Саршұнақ аяздың беті қайтып көктем жақындаған кезде бойымызды әлсіздік басып не істерімізді білмей қалатынымыз белгілі. Көктемде қандай дәрумендер қабылдау қажет? Жалпы авитаминоз деген не? Осы сұрақтарды бүгін талқылайтын боламыз. Видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіз, себебі сіздерге өте пайдалы болады. Ал ендеше кеттік. Авитаминоз әлде бір дәруменнің ағзаға жетіспеушілігінен туындайтын ауру. Көктем келгенде біздің ағзамыз тез шаршап ұйқыға жатқысы келіп тұрады. Депрессияға тез берілеміз. Кейбір жағдайда шашымыз түсіп, ерніміз жарық-жарық болып кетеді. Міне осы жағдайлар авитаминоз ауруының туындауынан болады. Көктем кірген кезде бірден болды мен авитаминозмын деген қорытынды шығарамыз. Әлбетте дұрыс емес. Шын мәнінде авитаминоз өте жаман аурулардың қатарына кіреді. Қазақ ауруларды дауыстап айтудың өзі жаман ырым деп білген. Аурудың алғашқы белгілері білінген бойда оны бірден жоюға тырысыңыз. Ағзама қандай дәрумендер жетіспейтінін қайдан білемін? Егер ұйқыңыз қашып тәбетіңіз жоғалса, басыңыз солқылдап ауыра бастаса, ағзаға В1 мен В9 дәрумендері жетіспейді деген сөз. Есте сақтау қабілетінің нашарлауы В12 дәруменнің жетіспеушілігінен туады. Д мен Е дәрумендері жетіспесе, ол бірден байқалмайды. Тез арықтау, терлей беру осы дәрумендердің азаюынан хабар береді. Сондай-ақ В15, К, ПП дәрумендердің аздығында өздігімізден анықтау қиынға түседі. Авитаминоздан сонда қалай емделеміз? Құрамында дәрумендері көп тамақтарды талғап жеңіз. Мысалы, С дәруменін жеткілікті мөлшерде алу үшін күніне 25 стақан таза алма шырынын немесе 4 стақан апельсин не шабдалы шырынын ішу керек. Ал ағзаңызға В1 дәрумен жетіспейтін болса, күн сайын 1 келі қара нан мен жарты келі майсыз ет жеген дұрыс. Кальцийдің жетіспеушілігін жойғыңыз келсе, күн сайын 1,5 литр сүт ішкен жөн, немесе 300 грамм ірімшік жеңіз. Дұрысы, кәдімгі көкөністерден бастаңыз. Әрі оларды сатып алуды қалтаңыз да көтереді. Пияздың құрамында темір, калий, басқа да микроэлементтер бар. Дәрігерлер ай сайын тамаққа 600-700 грамм пияз қосу керек дейді. Сәбіз ең пайдалы көкөніс. Оның құрамында В1, В2, В6, С, Е, ПП, К дәрумендермен қатар минералды тұздар да бар. Сәбіз көздің көруін жақсартып, терінің жақсаруына әсер ете алады. Қызылшаны да көбірек жеңіз. Оны шаршауды басып, депрессиядан құтқаратынын көбіміз біле бермейміз. Дегенмен, авитаминоздың белгілері біліне бастаған кезде дәрігердің нұсқаулығынсыз көкөністер мен тамақтарды қалай болса солай жей беруге болмайды. Сіздерге видео ұнаған болса, тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.